Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айгүл Даулыбай. Мемлекет басшысының Қазақстанның көлік логистикалық әлеуетін дамыту туралы тапсырмасына сәйкес, көлік министрі Марат Қарабаев республиканың көлік инфрақұрылымын дамыту мәселелері бойынша шетелдік компаниялармен бірқатар екіжақты кездесу өткізді. Систем Логистикс түрік компаниясының басқарма төрағасы Хусейн Барлынмен кездесуде Ақтөбе әуежайында жаңа жүк терминалын салуға инвестициялар тарту мәселесі қаралды. Түркиядан келген тағы бір конгломераттық компания Каспийдегі теңіз портының инфрақұрылымын жаңғыртуға инвестиция салуға дайын. Сонымен қатар министр Rail Cargo Group өкілі Дэниел Дессомен кездесіп, екі жақ компанияның Транскаспий халықаралық көлік маршруты қауымдастығына кіру мүмкіндіктерін талқылады. Көлік министрлігі отандық әуе компаниялармен бірлесіп, жолаушылар тарапынан туындап отырған сұранысты қанағаттандыру мақсатында Қазақстан мен Қытай арасындағы рейстер санын ұлғайту бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Осылайша Эйр Астана әуе компаниясы жолаушылар ағынының артуына байланысты бірнеше бағыт бойынша рейстер санын ұлғайтуды жоспарлап отыр. Атап айтқанда, Алматы-Пекин бағытында аптасына 6 рейстен 7 рейске дейін, Астана-Пекин бағыты бойынша аптасына 3 рейске дейін және Алматы-Үрімші бағытында аптасына 2 рейстен 7 рейске дейін ұлғайтылмақ. Сонымен бірге келесі жылы Эйр Астана әуе компаниясы Шанхай, Гуанчжоу және Чэнду қалаларына жаңа бағыттар ашуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ келесі жылғы ақпаннан бастап малайзиялық әуе компаниясы Куала-Лумпур, Алматы бағыты бойынша тікелей жолаушылар рейстерін орындауды жоспарлап отыр. Қазақстанда әзірленген материал жолда мұздың пайда болуының алдын алады, асфальтты бұзбайды және экологияға зиян келтірмейді. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының ғалымдары Астанада өткен Қазтрафик көрмесінде жақында патенттелген көктайғаққа қарсы материалдың тұсаукесерін өткізді. Материалдың басты ерекшелігі төмен температураның кең диапазонында мұзды еріту қабілеті. Сонымен қатар құрамындағы кальций өз кезегінде бетон жабындарының беріктігін нығайтады және олардың бетін қабыршықтанудан қорғайды. Фосфор жол бойындағы жасыл кеңістіктерге жағымды әсер етеді. Тәжірибелік учаскеде сынақтан өткеннен кейін ғылыми институт инвесторларды тартуды және көктайғаққа қарсы жаңа құралдың өндірісін іске қосуды жоспарлап отыр. Осы апта көлемінде орын алған жаңалықтар топтамасы осындай. Транспорт Ньюс бағдарламасының келесі шығарылымында жүздескенше.